вишневое варенье өте дәмді, хош иісті, тез әрі оңай жасалынатын шиеден тосап дайындаймыз. Бұл әдіспен сіздің көп уақытыңыз кетпейді және біздің шиеміз осындай езілмеген, әдемі, қып-қызыл болып пісіп шығады. Каналға тіркеліп, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Шиенің қышқыл немесе тәтті болғаны маңызды емес, ең бастысы балған таза шие болу керек. Оны міндетті түрде 2-3 қайтара жақсылап суық суға жуып аламыз. Одан кейін артық суынан арылтып, оның суын сорғытып аламыз. Жемісіміз дайын болғаннан кейін үлкен эмалированный ыдыс алып, 1 кг шиеге 1 кг қант саламыз. Менде 2 кг шиеге 2 кг қант салып, 100 мг суық су құйдым. Енді астын жағып, газды немесе отыңызды қосып, оны ақырын шиеміз езілмейтіндей араластырамыз. Қантымыз ерігенше, суы шыққанша осылай араластырып тұрамыз. Бұл өте маңызды, өйткені қант біздің ыдысымыздың түбіне жабысып қалмау керек. Егер қант жабысып қалса, ол күйіп, біздің тосабымыздың дәмін бұзады. Араластыра отырып, керегінше тағы да 100 мг суық су құямыз. Осылай сұйықтана бастаған кезде отты орташаға қосып қоямыз. Тосабымыз қайнағанша өзіңізге ыңғайлы ыдыспен осындай 4-5 банканы зарарсыздандыруға қойып қойсаңыз болады. Міне шие қайнап, ол көтеріліп, бетіне осындай көбік пайда болады. Осы уақытты өткізіп алмаңыз, бетіндегі көбікті ақырын ожаумен қасықпен жинап алыңыз. Отты баяуға қоямыз да 20-25 минут тағы да шиемізді қайнатамыз. Уақыт өткеннен кейін біздің шиеміздің түсі де және өзі де қоюлана түседі. Осы кезде алып, алдын ала зарарсыздандырылған ыстық банкеге ыстықтай тосабымызды салып шығамыз. 2 кг шиеден 2 литр тосап шықты. Банкілерге құйып, қайнап тұрған ыстық судағы зарарсыздандырылған қақпақпен бетін жауам да қатты бұрап қоямын. Сонда ол вакуум болып қалады да ішіне ауа кірмейді. Бұндай әдіспен жабылған шиелерді бөлме температурасында немесе погребте сақтауға болады. Міндетті түрде қақпағын жапқаннан кейін қараңғы жерге 1-2 күн сақтаймыз. Осындай тез және қарапайым әдіспен жасалынатын шие тосабын рецептін сізге ұсындым. Шие суығаннан кейін міндетті түрде өзі қоюлана түседі. Міне біздің шиеден жасалған тосап дайын. Қараңыз, ол қандай әдемі, хош иісті, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындаңыз. Себебі бұл көп қайнатылмаған себептен өзінің ішіндегі дәрумендерді сақтап қалады және бөлме температурасында сақтауға болады. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.